Кім не десе о десін, бүгін бізге деп, бүгін точно арықтаймын деп жаттығу жасаймын дедім. Үстімде киім ыңғайсыз болғасын фук етіп ауыстырып шыға салдым да жаттығуды бастап кеттім. Осылай киіммен ыңғайлы дедім де жаттығуымды бастайын деп жатсам есік ашылғандай болды. Ойбай, кім келді деп есікті бүйтіп қарап қалсам, енем ойбай құрсын деп киімді ауыстырайын да фук етіп дым білмегенде киім ауыстырып шыға салдым да. Ау мама, не дейсің десем, біз сыртқа шаруаларымызбен шығып бара жатырмық, машинаның астының бәрі боқ-боқ болып жатыр, астын сыпыр, далаға шық, қызды киіндіріп алып деді. Жарайды деп даладағы тезде шаруаларымды бітіріп келемін, бүгін точно жасаймын деп даладағы шаруаларыма шықтым. Сонымен қызымды қайтып оятып алдым да құрсын деп даланы сыпыруды бастап кеттім. Даланы сыпырмайсың ба деп ұрсып айтатындай бар екен. Даланың шаңы деген беселі болып жатыр екен. Солай құдай берген подружкам сыпырғымды әкеліп алдым да бірінші даладағы киімдерді жинап алдым. Одан қалса мына қыздың аяғы шығып деген тыным бермейді ғой. Омен алысып кеттім. Одан көкем айналайын, сен жүрмей-ақ қойшы дедім да оны коляскасына отырғызып қойдым да әрі қарай сыпыруды бастап кеттім. Негізі бар ғой, өмір бәріне үйретеді деген рас екен, иә. Өзім кішкентай кезімде папамның ерке қызы болғаннан кейін көбіне папам жасайтын, даланы да сыпыратын, бүткіл ондай сырттың жұмыстарын бізде ер адам жасайтын да деп іштегі өкпе реніштің бәрін осы видео арқылы намектеп жеткізейін ба? Жоқ, бұл видеода мен салғыласым келіп тұрған жоқ, бірақ енді күйеуімді де түсінемін. Енді оған неге даланы сыпырмайсың, неге бүйтпейсің, былай неге жұмыс жасамайсың деп оған да ренжи алмайсың. Ол таңнан кешке дейін жұмыста болғаннан кейін кешке жұмыстан шаршап келіп тамағын әрең ішіп жата қалады. Сол бүгін әйтеуір аптасына бір демалған кезде әйтеуір жұмыс дайындап қоймай, әйтеуір қыдыруға дайындап қоясың ғой басқа. Солай не керек, даламды тәштай қылып сыпырып қойдым да, содан кейін бір кезде енем звондап тұр, үйдегі іш майлар бар еді, соларды турап қоя салшы, келгесін өзім шығарып аламын деп сөйтеді. Мама, бір айтқан сөзің мөлдіреген көзім дедім да, бұлардың да пачақ-пачағын шығарып турап тастадым. Ой, қазір бұл күлімге дейін бұндай жұмыстар деген түк жұмыс болып саналмайды ғой. Бұларды пачақ-пачағын шығарып тастасам, бір кезде кешке аяқ асты қонақ келгенім болды. Одан аяқ асты залдың столдарын бәрін мен осылай көтеріп қоямын да, маған сол көтеріп қойған ыңғайлы, маған сол жиналып тұрған сияқты болып сезіледі үйше. Солай анау-мынау нандардың бәрін аяқ асты ашытып пісіретіндерін пісіріп алдым да, осылай кешкі стол жайымды бастап кеттім. Үйге қонақ келді деген сөз үйге құт береке енді деген сөз ғой. Қонақты қалай ізгі ниетіңмен қарсы аласың, солай ниетіңе сай өзіңе Алла тағала өзі құт берекесін береді. Солай аман-есен қонақтарымызды жайлап, ыдыс-аяғын жуып, шай тамағын беріп, ыдыс-аяқтарын бәрін жуып, как положено орнына қойып, келін режимін өшіріп, солай уф деп диванға жайғасып спрайтынан бұрттап жаттығу жасауға жағдайым келмей ұйықтап қалдым.